Адамдар үнемі қалған адамдардан ерекшеленуге тырысады. Бұл үшін қандай әрекетке бармайды десейші, біреулер шаштарын жарқыл түстерге бояса, ал енді біреулер ерекше татуировка жасатады. Ал енді біреулер сирек кездесетін жануарларды иеленуді жөн көреді. Сол секілді бүгінгі біздің басты кейіпкеріміз сирек кездесетін тұқымдас итті сатып алады. Бірақ келесі күні бүлісі үшін қатты өкінеді. Барлығы былай орын алған. Жігіт көшеде ерекше күшіктер сатып тұрған сатушыға қызығушылық танытады. Олар итке қарағанда тигрларға өте ұқсас еді. Сатушыға барып, бұның тұқымы қандай деп сұрайды. Ал сатушы бұның өте сирек кездесетін тайгер жолбарысы тектес тұқымдас екенін айтады. Бұны естіген жігі оны сатып алу туралы шешімді сол сәтте қабылдайды. Иттің бағасы қымбаттау болыпты. Бірақ соған қарамастан оның сирек кездесетін тұқымына қызыққан жігіт оны 335 мың теңгеге сатып алады. Келесі күні итті ветеринарға алып барайын деп, оны жуындырмақ болады. Қызығы итін жуындырып болған егесі өзінің алданғанын түсінеді. Сөйтсе сатушы қарапайым итті бояумен бояп алдап сатқан екен. Өзінің бұл ісіне қатты өкінген жігіт итті өзінің ата-анасына тапсырады. Осылай жігіт 300 мың теңгеге қарапайым итті сатып алған екен. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар